65 жастан асқан америкалық қарттардың 91%-ы күн сайын бір сусын ішеді. Олардың ми жасушаларын жойып жатыр. Бірақ дәрігерлері бұл туралы ешқашан ескерткен емес. Бұл алкоголь емес, газдалған сусын емес. Бұл сіз. Бәлкім бүгін таңертең ішкен сусын. Сіз оны пайдалы деп ойлайсыз. Дәл қазір тоңазытқышыңызда тұрған сусын. Маргарет Томпсон, Аризона штатының Феникс қаласында тұратын 71 жастағы бастауыш сыныптың зейнеткер мұғалімі немерелерінің аттарын ұмыта бастады. Ол мұны жасқа жорып қойды. Генетикадан көрді. Бірақ 40 жыл бойы әр таң сайын таңғы аспен бірге ішіп жүрген сусын кінәлі деп ешқашан ойлаған жоқ. Дәрігері бұл сусынды ішуге болады деген. Барлығы зиянсыз деп айтқан. Ол бұл сусынды тоқтатқанда 2 апта ішінде жады қайта келе бастады. 6-шы аптада ол телефон нөмірлерін қайтадан жатқа айта алатын болды. 12-ші аптада өз қаржысын өзі басқара бастады. Балалары қарттар үйін көруге баруды тоқтатты. Бүгінде ол аптасына 3 күн шіркеуде ерікті болып жұмыс істейді. Және соңғы 6 айда бірде-бір адамның атын ұмытпаған. Егер сіз 60-тан асқан болсаңыз, жадыңыздың нашарлап бара жатқанын байқасаңыз, адамдардың атын немесе заттарды қайда қойғаныңызды есіңізге түсіру қиын болса, бөлмеге кіріп, не үшін кіргеніңізді ұмытып қалатын болсаңыз, сіз бұл 6 сусын туралы білуіңіз керек. Өйткені олардың бірі дәл қазір ас үйімізде болуы мүмкін, және сіз оны әр ішкен сайын өзіңіз байқамай-ақ когнитивті құлдырауды жылдамдатып жатырсыз. Мен қазір айтатын ақпарат Майо клиникасының зерттеуіне негізделген. Ол Альцгеймер ауруы журналында жарияланған. Бұл зерттеу 8 жыл бойы 3000-нан астам қарт адамды бақылаған. Олар белгілі бір сусындар мен мидың жедел қартаю арасында тікелей байланыс бар екенін анықтады. Бұл жай ғана сәйкестік емес, нақты себеп-салдар байланысы. Бұл сусындар мидың жадыға жауапты бөлігі гиппокампты өлшенетін деңгейде кішірейтіп жатқан. Ешкім айтпайтын бір шындық бар. Бұлар бәріне белгілі зиянды сусындар емес. Бұлардан барлығы бірдей қорқа бермейді. Олардың кейбірін тіпті дәрігерлердің өзі ұсынуы мүмкін. Кейбірі пайдалы деп жарнамаланады. Кейбірін сіз ондаған жыл бойы еш ойланбастан ішіп келесіз. Мен 6-дан 1-ге дейін санаймын. Ең қауіптісін соңына қалдырамын. Зерттеуді көргенде менің өзімді де таңғалдырған сусын. Сонымен бірге мен оның орнына нақты не ішу керегін де айтамын. Себебі жай ғана тоқтау жеткіліксіз. Сіз келтірілген зиянды қалпына келтіретін нәрсемен алмастыруыңыз керек. Бірақ алдымен пікірге шындықты жазыңыз. Қазір жасыңызды қалдырыңыз және күніне қанша кесе кофе ішетініңізді жазыңыз. Өйткені бұл тізімдегі 3-ші орын сізді қатты таңғалдыруы мүмкін. Егер сіз күніне 2 кеседен көп ішсеңіз, мұқият тыңдауыңыз керек. Енді санауды бастамас бұрын бір маңызды нәрсені түсініп алыңыз. Бұл мінсіз болу туралы емес. Бұл сусындарды өмір бойы мүлде ішпеу туралы емес. Бұл саналы болу туралы. Бұл оларды ішкен сайын миымыздың ішінде не болып жатқанын түсіну туралы. Бұл сізге дұрыс шешім қабылдауға күш беру туралы. Егер бұл жерге алғаш келіп отырсаңыз, қош келдіңіз. Мен 32 жыл бойы жасы үлкен адамдармен жұмыс істедім. Олар маған жадымыз кетіп бара жатыр. Енді ештеңе істей алмаймыз деп келетін. Алдымен 6-шы нөмірден бастаймыз. Көп адам оны мүлде зиянсыз деп есептейді. Тіпті кейбіреулер таза, табиғи деп ойлайды. Бірақ дәл осы сусын мидағы қабынуды баяу әрі байғатпай күшейтеді. Бұл диеталық газдалған сусындар. Қант жоқ болғандықтан олар қауіпсіз сияқты көрінеді. Алайда олардың құрамындағы жасанды тәттілендіргіштер мидың химиялық тепе-теңдігін бұзады. Зерттеулер көрсеткендей, аспартам мен оған ұқсас заттар нейрондардың бір-бірімен байланысу қабілетін әлсіретеді. Олар миды шатастырып, инсулинге жауап беру жүйесін бұзады, ал бұл уақыт өте келе жадының әлсіреуіне алып келеді. Көп адам диеталық сусын ішкеннен кейін өзін сергек сезінеді, бірақ бұл уақытша әсер. Ішкі деңгейде мида ұсақ қабыну процестері басталады. Олар бір күнде байқалмайды, бір аптада да білінбеуі мүмкін, бірақ жылдар бойы жалғаса берсе, нәтиже міндетті түрде шығады. Майо клиникасының деректері бойынша, диеталық газдалған сусындарды күніне 1 рет ішетін адамдарда деменция қаупі айтарлықтай жоғарылаған. Бұл қорқынышты сөз сияқты естіледі, бірақ шындық. 5-ші нөмір. Жеміс шырындары. Әсіресе дүкенде сатылатын қаптамада 100% табиғи деп жазылғандары. Олар дәруменге бай сияқты көрінеді, бірақ олардың көпшілігінде талшық жоқ, ал қант мөлшері өте жоғары. Қант қанға тез сіңеді, инсулин күрт көтеріледі,
Ал бұл ми үшін үлкен соққы. Ми жасушалары глюкозаның мұндай толқынын жақсы көтермейді. Уақыт өте келе бұл нейрондардың шаршауына, қабынуына және байланыстардың әлсіреуіне әкеледі. Адамдар, мен газдалған сусын ішпеймін, кек шырын ішемін дейді. Бірақ ми үшін айырмашылығы аз. Тіпті кей жағдайларда шырын одан да қауіпті болуы мүмкін. Өйткені ол пайдалы деген сеніммен күн сайын, тіпті күніне бірнеше рет ішіледі. Ал бұл мидың қалпына келуіне мүмкіндік бермейді. 4-ші нөмір. Энергетикалық сусындар. Әсіресе жас үлкен адамдар оларды шаршаған кезде, жолда немесе жұмыс істегенде ішеді. Бұл сусындардағы кофеин, таурин және басқа стимуляторлар миды қысқа уақытқа қамшылайды. Бірақ одан кейін міндетті түрде құлдырау болады. Ми үнемі осылай жұмыс істеуге бейімделмеген, ол тыныштық пен тұрақтылықты қажет етеді. Энергетиктер қан қысымын көтеріп қана қоймай, мидағы қан айналымын тұрақсыз етеді. Бұл әсіресе гиппокамп үшін қауіпті. 3-ші нөмір. Кофе. Бұл жерде көп адам таңғалады. Себебі кофе туралы пайдалы зерттеулер де бар. Аз мөлшерде, дұрыс уақытта ішілген кофе пайдалы болуы мүмкін. Бірақ мәселе мөлшерде. Күніне 2 кеседен артық ішілген кофе кортизол гормонының созылмалы жоғарылауына алып келеді. Ал кортизол мидың жадыға жауапты аймақтарын тікелей зақымдайды. Ұзақ мерзімде бұл есте сақтау қабілетінің төмендеуіне, алаңдаушылыққа және ұйқының бұзылуына әкеледі. 2-ші нөмір. Алкогольдің жеңіл түрлері. Көп адам, мен қатты ішімдік ішпеймін, тек кешке 1 бокал шарап қана дейді. Бірақ жас ұлғайған сайын, ағза алкогольді бұрынғыдай кез ыдырата алмайды. Тіпті аз мөлшердің өзі мида уытты әсер қалдырады. Бұл әсер бірден байқалмайды, бірақ жылдар бойы жиналады. Алкоголь миды сусыздандырады, нейрондар арасындағы байланыстарды әлсіретеді және ұйқының терең фазаларын бұзады. Ал дәл сол фазаларда ми өзін-өзі тазартып, қалпына келтіреді. Енді миға шынымен көмектесетін сусындарға көшейік. Өйткені жай ғана зиянсын алып тастау жеткіліксіз. Егер ми ұзақ жылдар бойы қабыну мен отты әсерге ұшыраған болса, оған қалпына келу үшін нақты құрылыс материалдар қажет. Дұрыс сусындар нейрондар арасындағы байланысты күшейтіп, қан айналымын жақсартып, мидың табиғи тазару жүйесін қайта іске қоса алады. Бірінші ұсынылатын сусын қарапайым жасыл шай. Бірақ бұл кез келген жасыл шай емес. Оның құрамындағы катехиндер мен L-теанин миды тыныштандырып, сонымен бірге зейінді арттырады. Бұл комбинация әсіресе жас үлкен адамдар үшін өте маңызды. Жасыл шай кортизол деңгейін төмендетіп, гиппокамптағы қан ағымын жақсартады. Көп адам оны ішкеннен кейін басым ашылғандай болды деп сипаттайды. Бұл субъективті сезім емес, бұл мидағы қан айналымының жақсаруы. Келесі сусын куркума қосылған жылы су немесе өсімдік сүті. Куркумин қабынуға қарсы ең күшті табиғи қосылыстардың бірі болып саналады. Ол ми жасушаларындағы тотығу процесін баяулатып, нейрондарды қорғайды. Зерттеулер куркуминнің Альцгеймер ауруымен байланысты бета-амилоид жиналуын азайтатынын көрсеткен. Бірақ оны дұрыс сіміру үшін аздап қара бұрыш қосу қажет. Бұл ұсақ деталь, бірақ әсері өте үлкен. 3-ші. Көкжидек пен қарақат қосылған су, немесе әлсіз смузи. Бұл жидектерде антоцианиндер көп. Олар мидың қартаюын баяулатып, есте сақтау қабілетін қолдайды. Маңыздысы қант қоспау. Дәмі аздап қышқыл болуы мүмкін, бірақ ми дәл осыны қажет етеді. Қант қосылғанда пайдалы әсердің көбі жойылады. Тағы бір маңызды сусын, қарапайым жылы су. Бірақ белгілі бір уақытта ішілгені маңызды. Таңертең ұйқыдан тұрған соң, 1 стақан жылы су мидың тінде жиналған токсиндерден тазаруына көмектеседі. Ұйқы кезінде ми өз-өзін тазалайды, ал су бұл процесті аяқтауға көмектеседі. Көп адам осы әдетті енгізгеннен кейін таңертеңгі тұманның азайғанын байқайды. Егер сен кофе ішуді мүлде тоқтатқың келмесе, оны толық алып тастау міндетті емес, бірақ уақытын өзгерту керек. Оянғаннан кейін бірден емес, кем дегенде 1,5 сағаттан соң ішу ұсынылады. Бұл кезде кортизол табиғи түрде төмендей бастайды, ал кофе оған қосымша соққы бермейді. Сонымен қатар, сүт пен қант қоспау өте маңызды. Маңызды бір нәрсені атап өтейін. Бұл ұсыныстардың ешқайсысы бір күнде ғажайып нәтиже бермейді. Бірақ 2-3 апта ішінде ұсақ өзгерістерді байқай бастайсың. Адамдардың есімдерін тезірек еске түсіру, сөз іздеп кідірмеу, күн ішінде зейіннің тұрақты болуы. Ал 6-8 аптадан кейін бұл өзгерістерді сен ғана емес, айналаңдағы адамдар да байқайды. Менің тәжірибемде 70-тен асқан,
Өзіне деменция диагнозы қойылады деп қорыққан адамдар болды. Олар тек осы сусындарды өзгерту арқылы басқа ешқандай дәрі қоспай айтарлықтай жақсарды. Бұл кері қайтпайтын үкім емес екенін түсіну өте маңызды. Ми өте икемді орган. Оған дұрыс жағдай жасасан, ол саған жауап қайтарады. Ең бастысы бүгін бастау. Ертең емес, келесі ай емес. Дәл бүгін не ішіп жатқаныңды байқаудан бастау. Бір сусынды алып тастап, оның орнына бір пайдалысын қосу. Осындай кішкентай қадамдар үлкен өзгеріске әкеледі. Ал келесі бөлікте мен осы сусындарды күн тәртібіне қалай дұрыс енгізу керектігін, қай уақытта не ішкен тиімді екенін және қандай қателіктер жиі жасалатынын нақты мысалдармен айтып беремін. Енді осы сусындарды күнделікті өмірге қалай дұрыс енгізу керектігін түсіну маңызды. Себебі көп адам пайдалы нәрсені дұрыс емес уақытта ішіп, әсерін әлсіретіп алады. Ми белгілі бір ырғақпен жұмыс істейді. Сол ырғақты ескерсең, нәтиже әлдеқайда тез болады. Таңертең оянғаннан кейінгі алғашқы 30 минутта ми әлі де түнгі қалпына келу режимінен шығып жатады. Осы уақытта ең жақсысы жылы су. Бұл мидың қан айналымын жұмсақ түрде іске қосады. Қатты стимуляция, яғни кофе немесе энергетик осы сәтте ішінсе, миға қажет емес стресс береді. Көп адам таңертеңгі мазасыздықпен жүректің дүрсілін қалтты деп ойлайды. Бірақ бұл мидың артық қозуының белгісі. Күннің екінші жартысында ең көп жіберілетін қателік тағы да кофе немесе энергетик ішу. Бұл ұйқы сапасын бұзады. Ал ұйқы мидың басты қалпына келу уақыты. Егер кешке қарай жылы су немесе түймедақ секілді тыныштандыратын шай ішсең, ми түнгі тазарту процесіне жақсырақ дайындалады. Дәл осы кезеңде ми жасушалары арасында жиналған қалдықтар шығарылады. Көп адам мен ұйықтаймын, бірақ таңертең бәрібір шаршаңқы тұрамын дейді. Бұл көбіне кешкі уақытта не ішкеніне байланысты. Алкоголь, тәтті сусындар немесе кеш кофе ұйқының терең фазаларын қысқартады. Ал сол фазаларда жады бекітіледі, эмоциялар реттеледі және ми жасушалары қалпына келеді. Тағы бір маңызды жайт. Сусындарды бірден көп мөлшерде өзгертуге тырыспау. Егер сен жылдар бойы белгілі бір режиммен ішіп келген болсан, кенеттен бәрін тоқтату ағзаға стресс беруі мүмкін. Ең дұрысы, бір аптада бір ғана өзгеріс енгізу. Мысалы, алдымен диеталық газдалған сусынды алып тастап, орнына су немесе шай қосу. Келесі аптада тәтті кофеден бас тарту. Осындай біртіндеп қадамдар ең тұрақты нәтижеге әкеледі. Менің пациенттерімнің көбі бастапқыда күмәнмен қарайды. Бірақ 2-3 аптадан кейін олардың өзі өзгерісті сезе бастайды. Олар сөзді тезірек табады. Сөйлегенде ойы бөлінбейді, күн соңында бас ауырмайды. Ал ең маңыздысы, олар өз миын қайта бақылауға алғандай сезінеді. Бұл сенімділік те өз алдына үлкен фактор. Есте сақта, жадының әлсіреуі тағдыр емес. Бұл көбіне ұзақ жылдар бойы жиналған ұсақ шешімдердің нәтижесі. Ал жақсы жаңалық, дәл солай ұсақ, бірақ дұрыс шешімдер арқылы оны кері бұруға болады. Сен бүгін не ішетініңді өзгерту арқылы ертеңгі ойлау қабілетіңе әсер ете аласың. Егер сен осы ақпаратты пайдалы деп тапсан, оны жасы үлкен жақындарыңмен бөліс. Көп адам бұл туралы білмейді, ал кейбірі тым кеш болғанда ғана ойлана бастайды. Ал алдын алу әрқашан емдеуден оңай. Келесі бөлікте мен миды қалпына келтіруді тежейтін жасырын қателіктер туралы және адамдардың неге барлық дұрыс нәрсені істеп жүріп те нәтиже көрмейтінін түсіндіремін. Енді көп адам байқамай жасайтын, бірақ миды қалпына келтіруге қатты кедергі келтіретін жасырын қателіктерге тоқталайық. Себебі кейбір адамдар зиянды сусындарды алып тастап, пайдалысын қосса да, неге нәтиже көрмеймін деп таңғалады. Мәселе көбіне дәл осы ұсақ, бірақ шешуші қателіктерде жатады. Бірінші қате. Пайдалы сусындарды да шамадан тыс ішу. Мысалы, жасыл шай пайдалы деп, оны күні бойы ішіп жүру. Бұл дұрыс емес. Кез келген пайдалы заттың да шегі бар. Шамадан тыс стимуляция миға тыныштық бермейді. Ми қалпына келу үшін міндетті түрде тыныш фазаларды қажет етеді. Егер ми үнемі сергек күйде болса, ол өзін жөндей алмайды. Екінші қате. Сусындарды дұрыс тамақтанусыз ішу. Кей адамдар таңертең кек шай немесе кофе ішіп, тамақты өткізіп жібереді. Бұл қандағы қанттың тұрақсыз болуына әкеледі. Ал тұрақсыз қант, тұрақсыз зейін. Ми энергияны бір қалыпталғанды жақсы көреді. Сол үшін сусындар дұрыс тамақпен бірге немесе одан кейін ішілуі керек. Үшінші қате. Таза деп ойлап, бірақ құрамын тексермеу. Қазір дүкендерде қантсыз, табиғи, фитнеске арналған деген жазуы бар сусындар өте көп.
Бірақ олардың құрамында жасырын тәттілендіргіштер, хош иістендіргіштер және консерванттар болуы мүмкін. Бұл заттар миға тікелей әсер етеді. Әсіресе жас үлкен адамдарда олардың әсері күштірек сезіледі. Себебі детокс жүйесі баяулайды. Төртінші қате – жеткілікті су ішпеу. Көп адам мен шай ішемін, кофе ішемін, демек су ішіп жүрмін деп ойлайды. Бірақ бұл бірдей емес. Таза су мидың негізгі жұмыс сұйықтығы. Тіпті жеңіл сусызданудың өзі жадының әлсіреуіне, бас айналуға және ойдың тұмандануына әкелуі мүмкін. Кейде адамдар өздерін шаршадым деп ойлайды, ал шын мәнінде миға су жетіспей жатады. Бесінші қате – шыдамсыздық. Көп адам бір аптадан кейін ештеңе өзгермеді деп тоқтайды. Бірақ ми жылдар бойы зақымдалған болса, оны бірнеше күнде қалпына келтіру мүмкін емес. Бұлшық етті жаттықтырғандай миға да уақыт керек. Алғашқы өзгерістер нәзік болады. Кейде оларды сен емес, айналаңдағы адамдар байқайды. Мен талай рет мынадай жағдайды көрдім. Адам өзі өзгерісті сезбеймін дейді. Ал жұбайы немесе баласы, сен бұрынғыдан сергексің, сөйлегенде сөз іздемейсің деп айтады. Бұл дұрыс жолда келе жатқанының белгісі. Тағы бір маңызды нәрсе – стресс. Егер сен күні бойы уайымдап, үнемі күйзелісте жүрсең, ең пайдалы сусындардың өзі толық әсер ете алмайды. Стресс кортизолды көтереді, ал кортизол мидың қалпына келу процесін бөгейді. Сондықтан кешкі уақытта тыныштандыратын әдеттер өте маңызды. Бұл жай ғана шай емес, бұл миға қазір демалуға болады деген сигнал. Кей адамдар мен бәрін дұрыс істеп жүрмін, бірақ әлі де ұмытшақпын дейді. Мұндай жағдайда көбіне ұйқыны тексеру керек. Ұйқы кезінде ми өзін тазалайды. Егер ұйқы үзілсе, кеш жатсан, немесе ұйықтар алдында экранға ұзақ қарасан, ми түнгі жөндеу жұмыстарын толық орындай алмайды. Ал бұл күндізгі сусындармен түзелмейді. Сондықтан бұл процеске кешенді қарау керек. Сусындар өте маңызды бөлік, бірақ олар жалғыз емес. Дұрыс уақыт, дұрыс мөлшер, тыныш ұйқы және біртіндеп өзгеріс. Міне, шынайы нәтиже осылардың қосындысынан шығады.